Assalamualaikum. İlk Buqa YouTube kanalının тұрақты көрермендері. Бүгін 28 қаңтар. Бұқалар міне ұйықтап жатыр әлі. Таңертеңгі жемін жеп алып, жемді сіңдіріп жату барысында. Ауыл шаруашылығын қолдап, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Енді бұқаның жату себебі таңертең жемді тоя жеп алды дағы жемін сіңдіріп жатыр. Бұл жатқан кезде бет алды мазаламау керек. Тұрғызып мазалап па мазаламау керек. Қазір тұрғаннан кейін шөптерін жейді. Сосын түсте суын ішеді. Таңертең 2 келеден артығырақ жем жеп алды. Кешке де солай жейді. Енді қазір бұлардың денесі кішілеу болған. Алдында 3 келе жем жеп тұрған. Қазір енді бұны 4 келеге шығардық. Енді 10-15 күн сайына жемді қоса беретін боламыз. Сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырып кетіңіздер. Әр сұрақтарыңызға жауап беремін. Қандай жем туралы білгілеріңіз келсе каналымда бар. Соны көрсеңіздер болады, түсінесіздер. Ауылдағы ағайын малмен айналсам деген кісілер болса, бордақымен айналсыңыздар. Бір бас болса да байлаңыздар. Бұның еңбегі қатты, бірақ жемісі тәтті болады. Бұл қиыншылықпен келген ақша сізге жақсы берекелі болады. Еңбегі ауыр, біраққа еңбегіне қарай кейін пайдасы да, еңбек етсең пайдасы да жақсы болады. Сол үшін кәсіптеніңіздер, бұқа байлаңыздар, каналға жазылып лайк басыңыздар. Және де сұрақтарыңыз болса айтыңыздар, мен өзім білгенімше жауабымды беремін. Және достарыңызбен бөлісіп таратып қойыңыздар. Мен Құрметхан Тұрдыбай. Осы екі бұқа YouTube каналының жүргізушісімін. Екі бұқа деп не қойды деген кісілерге күзде екі бұқамен бастап байлағанмын. Кейін подсос бұзаулар алдым. Соларды байлайын деп бұрын жай малмен айналысатынмын, бірақ бұқа жинап, семіртіп жазда сататынмын, жайылымнан сататынмын. Ал енді қазір жердің бәрі тұяқ кесті болып, сол үшін қораға ұстауды шештім. Жерді тынықтыру мақсатында, және қосатын жеріміз аса болмағаннан кейін малмен айналысатын жайылымдық жеріміз жоқ. Сол үшін осы 10 соты жерге бұқамызды байлап, күнімізді көректеп, еңбектеніп жатырмыз. Мына қораға кірсем де міне, мұны екі бұқада жатыр екен, жемін жеп ап. Жемін сіңдіріп жатыр міне. Осылай бұлар енді ет қосқаннан кейін осылай жатады. Жеген жемін азығын бойына сіңіріп, енді қазір артынан шөп саламыз. Астын тазалап күрегенде тұрады енді. Негізі бұлай жатқан кезде тұрғызбау керек. Өзі тұрмаса болмайды негізінен. Тұрғызбай мазасын алмау керек. Демалып жатқан кезінде. Тұрып кетті мұна байында. Екі бұқа каналының демеуші басты кейіпкерлері осы екі бұқа міне.